Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай балаларымыз сүйіп жейтін шоколадты печенье дайындайтын боламыз. Бір жасағаннан ақ шығады, менімен бірге қайталап жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Печеньемізді дайындау үшін алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, үстіне қантымызды қосып, жұмсақ масса болғанша араластырып аламыз. Қантымыз бен майымыз араласқан соң жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Осылай біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді шоколадымызды дайындаймыз. 100 грамм Қазақстан шоколадын қолдандым. Осылай пышақпен ұсақтап турап шығамыз. Шоколадымыз дайын болды. Енді жаңағы массамызға 2 жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Араластырып болған соң ұнымызды саламыз. Ұнымызға алдын ала 1 шай қасық қамыр қопсытқыш қосып қоямыз. Ұнымызды жақсылап араластырып, үстіне жаңағы туралған шоколадымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне осындай жұмсақ қамыр болады. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа морозильникке қоямыз. Дайын болған қамырымызды осылай бөліктерге бөліп, печеньенің формасына келтіру үшін шанышқыны қолдандым. Осылай дөңгелек формаларға келтіріп болған соң, алдын ала қыздырылған 170-180 градус пешімізде 20 минут пісіріп аламыз. Нәтижесінде осындай шоколадты печеньеміз пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма жазылып, жаңа рецепттер күтіңіздер.